Ал оқушы, біз бүгін өзіңмен әдебиеттің теориялық сұрақтарына және әдебиеттану ғылымы туралы арнайы сөз етпекпіз. Әдебиет бұл арабтың сөзінен шыққан сөз өнері деген мағынаны береді екен. Мүсін өнері, сурет өнері бейнелеу сияқты, ән өнері, күй өнері сияқты өнердің де тамаша түрлері бұл сөз өнері. Шаршы топта сөз бастаудан қиынды көргенім жоқ. Шешімін таппас дау бар деп, әйгілі Бұхар жырау айтпақшы, сөз өнері аса текті өнердің түрінен саналады. Міне осы сөз өнерін, шығарманың болмысын, бітімін, тарихын дәуірнамалық тұрғыда тексеретін, оған сын айтатын, баға беретін, түйінді пікір айтатын, көркемдік сөз қолданыстарының жан-жақты алуан түрін, сырын, сипатын ашатын үлкен бір ғылымның түрін әдебиеттану ғылымы дейді екенбіз. Әдебиеттану ғылымының 3 үлкен саласы бар. Біріншісі әдебиет теориясы, екіншісі әдебиеттің тарихы, үшіншісі әдебиеттің сыны. Әдебиеттің теориясы дегеніміз міне осы көркем шығарманың идеясын, тақырыбын, көркемдік сөз қолданыстарын, жазушының тақырып таңдаудағы шеберлігін, кез келген шығарманың болмысын, бітімін жан-жақты тексеріп, қарастырып беретін үлкен бір сала екен. Ал әдебиеттің тарихы дегеніміз бұл белгілі бір жазушының, белгілі бір шығарманың, белгілі бір әдеби ағымның дәуірін, шығу тегін, тарихын дәуірнамалық тұрғыда тексеретін әдебиеттану ғылымының бір саласы екен. Ал әдебиеттің сыны деп аталатын тарау бұл көркем шығармаға баға беретін, пікір айтатын, оның құндылығын немесе кемшілігін, кем-кетігін, бар нәрсені ортақ қарастырып баға беретін үлкен бір саласы екен.